Мұқағали Мақатаев, Сәбияна. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран ұлып бетінен боздақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы көз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда дана назарын аудармады. Сәби дейін өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқан не бар, күнен кейсе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мына отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алдыда отырған қарт ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кең. 23 жыл сарғайған құр үмітпен, 23 жыл сарғайған құр үмітпен Сәбияна сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәби оралмапты. Қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жолда қапты, айгеп тозаң шапты, қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далық енді. Қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де Сәбияна ойыншығын құшақтап қала берді.